Баршаңызға сәлем, менің сүйікті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін жұмыртқасы, сүтсіз, айрансыз, тіпті миксердің де қажеті жоқ, осыны жұп-жұмсақ болып шығатын пирогтың рецептімен бөліскім келіп тұр. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеомда осындай ерекше ыстық тағам, кандюбе деп аталатын тағамның рецептісін шығаратын боламын. Пирогқа керек заттардың барлығы үйден табылады. Алдын ала дайындап аламыз. Қанша грамм екенін описанияға жазып қалдыратын боламын. Ең бірінші ұнымыз електен өткізіп аламыз. 220 грамм. Сосын какао 30 грамм, 3 ас қасық толтырып саласыздар. 10 грамм разрыхитель, 1 шай қасық толтырып саласыздар. Үстіне 130 грамм қантымызды салып, бірінші осы құрғақ заттарымызды венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Құрғақ заттарымызды жақсылап араластырып болған соң, үстіне 100 мл сұйық майымызды құямыз. Сосын үстіне қайнаған жылы суымызды, міндетті түрде жылы су болсын, 2 бөлікке бөліп құятын боламыз. Осы венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Қамырымыз біздің қаймақ тәрізді болу керек. Видеода көрсетілгендей алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз 180 градусқа. Мендегі форма 20 немесе 22-ге пісірсеңіздер болады. 180 градуста 30 минутқа пісіретін боламыз. Пирогымыз пісіп шыққанша біздің пирогымызды әсемдеу үшін шоколад пен сұйық майымызды біріктіріп, водяной баняда немесе микроволновкада ертіп аламыз. Шоколад менде 1 плитка, сосын сұйық май 2 ас қасық. Мінекей біздің пирогымыз пісіп шықты. Енді кішкене суыған соң шоколадный ганашымызды үстіне құйып, дастарханымызға ұсынамыз. Достар, егер осы видео рецепт сіздерге ұнап жатса, менің каналым дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар деп сұраймын. Осы жеңіл, оңай жасалатын рецепті видеоның астына поделиться деген батырманы басып, әпкелеріңізбен, сіңілдеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар.